Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары. Әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі күніміз жарқын болсын деп, сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Нұрсұлтан Әлімқұлов «Жаңбыр жауды». Абдырбек Сопыбеков «Нөсер». Оқу мақсаты өз ойың мен сезіміңді көркем бейнелі сөздері қолдана отырып жеткізу. Балалар, ненің суретін көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, жаңбырдың суреті. Балалар, жаңбыр өлеңін бірге отырып оқиық. Жаңбыр жауды себелеп, жасырынды көбелек, аспан кетті күркіреп, бұл не деген керемет? Тау мүлгіді жаңғырған, қорыққандай жаңбырдан бара жатыр қара бұлт көк аспанда қаңғырған. Бұлттан түсті моншақтар, гүлге қонған мол шықтар, алақайлап жүгірдік, қандай қызық сол шақтар. Адырбек Сопыбеков «Нөсер». Іркес-тіркес ығысқан, бұлттар үлкен аймақтап, шыға келді шығыстан, ақ тайлақтай ойнақтап, түйіліп кеп қабағы, қаптап алды аспанды, сатырлатып даланы, аппақ нөсер басталды. Үй үстінен аунады, тамшы жерге секірді, менің апам ауланы жауып жүрген секілді. Су дегенің шүмектеп, сорғалайды тамшылап, шыбық атты біз ертіп, шауып кеттік қамшылап. Шаңын жауды лезде, діріл қаққан жапырақ, ойдым жерде бір кезде, көлшік тұрды жалтырап. Түрлері ақ жаңбыр, боз жаңбыр, бұршақ жаңбыр, қарлы жаңбыр, қара жаңбыр, нөсер, көк нөсер, өткінші жаңбыр, соқыр жауын, сылбыр жаңбыр. Бетіне жақындаған сайын еріп ұсақ тамшыларға айналады. Бір қызығы, жаңбырдың да бірнеше түрі бар. Ендеше атап өтсек, ақ жаңбыр бір қалыпта толассыз ұзақ жауады. Боз жаңбыр, жаңбырдың баяу жауатын түрі. Қара жаңбыр, тек күзде ғана жауатын қалың жаңбыр. Ал бұршақ жаңбыр күннің суығынан су тамшыларының кішігірім бұршаққа айналып жауы. Қарлы жаңбыр, ерте көктемдегі қар аралас жауын. Будақ жаңбыр, жаңбырдың төгіп жауы. Өткінші жаңбыр, аспан бұлттанып, тез жауып өтетін жаңбыр. Соқыр жауын, күн көзі шығып тұрғанда жауатын ұсақ тамшылар. Сылбыр жаңбыр, желсіз күні жауатын жаңбыр. Балалар, енді сендерге тапсырма. Жаңбыр сөзіне қатысты 5 сөз ойластырамыз. 2 өлеңді салыстыра оқып, кестеге тиісті өлең жолдарын тауып жазыңдар. Жаңбырдың алдында, жаңбыр жауып тұрғанда, жаңбырдан соң. Өлең жолдарын қара сөзге айналдырып жаз. Сал жаңбырға қатысты үлгім сал жаңбыр себелеп жауды, жаңбыр құйып жауды. Осылай бұлтқа қатысты, тамшыға қатысты, шыққа қатысты сөздерді сөйлем қылып жазамыз балалар. Ал енді балалар жазып болсақ, кестені толтырсақ, тексерейік. Жаңбырдың алдында бұлттар үлкен аймақты алды, бұлттар қабағын түйді, аспанды қаптап алды. Жаңбыр сатырлатып даланы аппақ нөсер басталды, тамшы жерге секірді, су тамшылап сорғалайды. Жаңбырдан соң аула тазарды, даланың шаңы жуылды, көлшіктер пайда болды, балалар ойнады. Аяқталмаған сөйлемдер әдісі бойынша бүгін сабақта не білдім, не сезіндім, келесі сабақта не білгім келеді, өз ойымызды жазамыз. Үй тапсырмасы: жаңбыр жауды, нөсер өлеңдерін мәнерлеп оқып келеміз. 92-93 беттегі.